Баршаға сәлем достар, сіздермен тағы спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркелеміз, видеоға лайк басамыз, ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Бұл да Қаштыма Әлемханұлы келіссөз жүргізіп жатқан нокаутшының жекпе-жегі белгіленді. Британиялық жеңіліп көрмеген боксшы Хамза Шираз келесі жекпе-жегін 22 ақпан Эр-Рияда өткізеді. Шираздың промоутері Фрэнк Уорринг сілтеме жасап отырған инсайдер Майкл Бенсонның сөзінше, Хамза аталмаған әлем чемпионымен айқасады. WBO Ширазды қазақстандық Жәнібек Әлемханұлына міндетті қарсылас еткен болатын. Қазіргі таңда тараптар келіссөз үстінде, алайда британиялықтар промоутері неге қарсылас Жәнібек болады деп ашық айтпай отырғаны белгісіз. Фрэнк Уорриннің хабарлауынша, Хамза Шираз 22 ақпан Эр-Рияда қардына әлем чемпионы атағы үшін айқасады. Бірақ бұл жекпе-жек Жәнібек Әлемханұлы немесе басқа чемпионға қарсы ма? Оны нақтыламады деп жазыпты Бенсон X әлеуметтік желісінде. Сіздермен тағы спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер осы видео 150 лайк жинаса, сіздерге жаңалығым бар. Қазақ аудиториясында болмаған жаңалық болады. Баршаға рахмет.